Өз қызын өгейсітіп жетім қылған ана. 3 бөлім. Қане, сен үйге асықпай келе бер. Жарайды. Талшын Әсел келемін дегенше дүкенге барып шайға деп торт пен тәттілер алып келді. Әрі Нұрсая мен Сандуғашты да шақырып алды. Әсел үйге кірген кезінде алдынан 3 құрбысы шығып құттықтайды. 4-еуі отырып тәттілер мен торт пен шай ішіп қызықты оқиғаларын айтады. Содан қалай түнгі сағат 2:30 болғанын да байқамай қалады. Нұрсая мен Сандуғаш уақытты қарап үйлеріне қайтуға жиналады. Бір-бірімен қоштасып таксилеріне отырып Нұрсая мен Сандуғаш өз үйлеріне өз жолдарымен кете барады. Әселдің қуанышында шек жоқ еді. Сондай бақытты. Құдды бір бұл әлемде тек сол ғана бақыттыдай. Үйіне қандай жиһаз орнатамын ойлап жатып ұйқыға кетеді. Таңғы сағат 7. Әсел бүгін ерекше көңіл күймен ұйқыдан тұрды. Ең әдемі деген қызыл жейдесімен, қара түсті классикалық шалбарын, қара туплиін киіп боянып жұмысына жол тартты. Аялдамада автобус күтіп тұрған кезінде алдына қымбат шетелдік қара көлік келіп тоқтады. Әселдің аузы ашылды да қалды. Ештеңе түсінбеді. Көліктің терезесі ашылды. Қараса кешегі жұмысқа қабылданған бастығы. Қане, көлікке отыр. Жоқ, рахмет, жұмысқа кешіккім келмесе отыр. Жұмыстан кешіккім келмейді, бірақ та мен жұмысқа кешіккен адамдарды жұмыстан бірден шығарып жіберем. Не? Иә, егер кешіккім келмесе отыр. Жарайды. Әсел Қайсардың көлігіне амалсыздан отырады. Қайсар талай қыздың арманы болған. Бірақ та жұмыс деп жүріп жасының 27-ге қалай келіп қалған байқамай қалған еді. Ешқашан махаббат дегенді ойламақ түгілі ешқандай қызға жоламаған. Ешкімді жақсы көрмеген болатын. Өмірінде бір рет отбасын құрып, әйел баласын босанғаннан кейін Қайсарға беріп тайып тұрған. Қазір Қайсардың 2 жасар Асқар есімді ұлы бар. Өзі сондай тәтті. Қайсар сымбатты болғаны соншалық кез келген қыз құшағына кіруге дайын еді. Қайсар Әселді бір көргеннен ғашық болып қалды. Әселдің сөйлеген сөзінен-ақ қандай екенін білді. Ал Әсел еш арам ойсыз жүрген еді. Бірақ та алда не боларын білмеген болатын. Алдағы өмірінде қандай қиындық болатынын 3 ұйықтаса да түсінде көрмеген. Ойламаған жағдай болатын қайдан білсін. Әсел үйін толықтай жиһазбен реттеп алды. Ауылға барып, ата-әжесін қалаға алып келді. 5 күн ауылда емін-еркін демалып қайтады. Осы уақыт ішінде Қайсар Әселге қалай бауыр басып қалғаны белгісіз. Әсел жоқта уақыт өтпегенде күй кешеді. Ал Әсел болса ауылдағы үй мен малдарды сатып, ата-әжесін қалаға үйіне алып келеді. 3 ай ішінде Әсел ұжымға сіңісіп кеткен. Осы уақыт аралығында оның дәрежесі де, айлығы да көтеріліп, премия алады. Әсел тұратын аулада әпкесі Маржан мен жездесі Мақсатта тұратын еді. Бірақ та олар бір-бірімен танымастай өтіп кететін. Осы уақытта күз басталды. Әселдің сіңлісі Алсу да қалаға ақылы бөлімге бастауыш мұғалім болып түседі. Алсу да Әселді туғандай көрмегендіктен жалғыз әпкем деп Маржанның үйіне барады. Маржан сіңлісін қуана қарсы алады. Өзі 2-ші баласына ауруханаға жатқалы жүрген еді. Алсу келген күннің ертесінде-ақ дәрігерлер Маржанды ауруханаға алып кетеді. Маржанның әлі босануға 1 айы бар болатын. Оған балалы болғанша ауруханада жату керек дейді. Басында Алсу әпкесіне күнде тамақ апарып беріп жүреді. Солай арада 1 апта өтеді. Bir күні Алсу баланы ұйықтатайын деп бөлмесіне барып жатып қалады. Түннің бір уағында Мақсат үйге алғаш рет ішіп келіп өз-өзін ұстай алмайды. Алсуға барып тиіседі. Ал Алсу болса еш қарсыласпайды. Бұл оқиға Маржан өмірге 2-ші рет бала әкелгеннен кейін де қайталанады. Маржан ауруханада қызын өмірге әкелгеннен кейін 2 апта жатады. Маржан өзі жоқта үйде не болғанын білмейтін еді. Бұл уақытта Алсу өзін нашар сезініп жүрген еді. Bir күні сабақтан кейін ауруханаға тексерілуге барады. Құттықтаймын, сіздің аяғыңыз ауыр. Не? Бұл мүмкін емес. Алсу не істерін білмей әпкесіне хабарласады. Алло, Әсел, алло, Алсу, қалың қалай ботам? Сабағың қалай? Жағдайың жақсы ма? Тұратын жерің бар ма? Ақша қажет пе? Әпке,
Алсу, сен не, жылап тұрсың ба? Бір жерде кездесейікші. Жарайды. Қазір орталық саябаққа кел. Алсу мен Әсел саябақта кездеседі. Алсу Әселге бәрін айтып береді. Әсел не істерін білмей біраз ойланады. Сонымен өз жұмыс орнындағы бір жігітпен Алсуды таныстырады. Ол жігіт Алсуды бір көргеннен ұнатып қалады. Ал Әсел болса Алсуды өз қолына алған болады. Алсу мен Махамбеттің кездескеніне бір апта болғаннан кейін Махамбет Алсуды өз еркімен алып қашады. Махамбет Алсудың өткен өмірінен хабары бар еді. Бала кезден әкесі өскен Махамбеттің келін әкелуін 5 әпкесі мен 3 ағасы, анасы жанталасып жасайды. Алсу келіндік өмірге үйрене бастайды. Дастархан басында Махамбеттің үлкен жеңгесі Самал: "Ерке қайным, бір емес 3 жеңгең бар. Аллаға шүкір, қатарымыз 4-ші келінмен толықты. Біз өте қуаныштымыз. Басқалар секілді кіші келінді күндемейміз, күн көрсетпей қоймаймыз. Өте жақсы, жап-жақсы қыз екен, байқалып тұр. Ұлы сөзде ұят жоқ. Кіші келіндер айта алмай отыр екен. Айтуға жүректері дауаламай ұялып отыр екен. Өзім айтайын, келін үйге әрі таза болып келмеді, әрі аяғы ауыр секілді." "Я, асыл жеңеше, дұрыс айтасыз. Біз 1 жыл болды жүріп жүргенбіз. Содан міне бүгін отбасылы болдық. Негізі асықпаған едік. Алсу оқуын бітіріп алсын деп едім. Бірақ та нәпсіме беріліп бірге жатып қойдық. Бұл кейін де қайталанды. Содан аяғы ауыр болып қалған соң жылатпайын деп келін етіп әкелдім. Алсу өте пысық келін болды. Тойдың шығынын ата-анасы мен күйеуінің туғандары өтеді. Арада 8 ай өткеннен кейін Алсу өмірге сүйкімді қыз әкелді. Бұл уақытта Әсел де Қайсарға тұрмысқа шыққан болатын. Әсел Қайсардың Асқар есімді жақында 3 жасқа толатын ұлы барын білетін. Әсел ата-енесімен бірге тұруға қарсы болмады. Ата-енесі өте жақсы кісілер еді. Асқар да Әселді анашым деп атап кетті. Әсел де 5 жыл ішінде бірінен соң бірі 4 баланы өмірге әкелді. Салтанат апай мен Мақсұт ағайдың көңілінде шек жоқ. Асқардың анасы бар, өздерінен 5 немересі бар. Осы сәтте Бәтима әже мен Мардан ата да жастары 80-нен асып өмірден озады. Ата-анасы қатты ауырады. Сол кезінде жақсы көрген бірде-бір баласы емдемек түгілі қалдарында сұрап келмеді. Тек үлкен келіні Майра ғана сұрап бір аптада қарасып кететін еді. Ата-анасының қатты ауырып жатқан жеңгесінен естіген Әсел қолында бар қаражатқа ата-анасын емдетіп, аға жеңгесіне өз пәтерінде ата-анасымен тұруға рұқсат етеді. Әсел өте батыл қыз болды. Көпке үлгі боларлық деуге де болады. Кезінде Әселді жақсы көрмеген ата-анасының қазір ең сүйікті баласы болды. Құрмандарым, сіздерге бұл әңгіме арқылы қандай да қиыншылық болсын, басқалар бөлектесе де, жақсы көрмесе де, өз-өзіңізді жақсы көріңіз. Құрметте, сыйла, бағала, білім ал, еңбектен, түбінде бәрібір сол адамдарды мойындатасың. Ешқашан жалғызбын деме. Жанындағылар қолдамаса да, Аллах тағала әрдайым сізді қолдайды. Үнемі сізге жаңа мүмкіндіктер береді. Соны ұмытпағайсыз.